Түркістан IT университетін құру туралы келіссөздер жүргізілді. Осы мақсатта Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Сүлеймен Демирел атындағы университет басшылығымен кездесіп, жоғарғы оқу орнының үлгісімен IT университетін ашу жобасын талқылады. IT университетінің ашылуы аймақтағы технология мен білімге негізделген экономиканың дамуына ықпал етіп қана қоймай, жұмыс орындарының өсуіне және өңірдегі технология саласының дамуына септігін тигізбек. IT білім берумен қатар бизнес инкубатор сияқты орталықтарды ашу арқылы студенттерге бизнесті басқару дағдылары мен технологиялық инновацияларды дамытып кәсіпкерлікке жол ашары сөзсіз. Қалада былайша айтқанда ташкент ереді, такси айдайды. Әйтеуір бір дипломда болады, бірақ қайтып келіп жұмыс істеп жатқан ешқайсысы жоқ. Сол себептен бізде негізгі бағыттың біреуі осы жерде өзіміз мүмкіншілік берсек, өзімізде оқыса, өзімізде қалатын шығар деген сонда ойдамыз да. Инженерия, IT маман, тағы басқа нелер сол саладан меңгеретін жастарды шығарсақ деген сол оймен. Енді бүгін өздеріңізбен де сол мәселе бойынша бір пысықтап қарап шықсақ, өйткені өзіміздің түлектерімізді біз қарап отырамыз. Қазақстанда көптеген қазір салаларда меңгеріп жұмыс істеп жатыр. Былайша айтқанда алдың қатарда деп айтуға болады. Аталмыш жоғары оқу орнында алғашқы 4 жылда 2000 студент оқиды деп жоспарлануда. Студенттер үшін жатақхана мен оқу блоктарын қосылғанда кем дегенде ауданы 20 000 метр квадрат болатын нысан құрылысын жоспарлау ұсынылады. Университет ректоры Әлімжан Игенбаевтың айтуынша, онда 8500-ден астам студент оқып, 500-ге жуық профессор жұмыс істейді. Олардың арасында Орталық Азия, Қытай, Ресей, Моңғолия, Индонезия секілді мемлекеттердің азаматтары бар. Университетте қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика және IT салалары бойынша жобаларды жүзеге асыратын ғылыми зерттеу институты мен орталықтар, ғылыми зертханалар жұмыс істейді. Университеттің жалпы құрылу миссиясы халыққа қызмет ету болғандықтан, енді осындай университет егер бой көтеру мәселесі болып жатса, өз тарапымыздан атсалысуға дайын екендігіміз айтқандығымыз. Рұқсат етсеңіз, алдыңызда біздің университетте кішкене қысқаша ақпараттар бар. Особенно мынау инженерлік салалары бойынша да барлық мамандықтар топқа кірді. Негізі сұранысқа ие деп толыққанды айтуға болады. Ағылшын тілді ортаның қалыптасуы бізге шетелден студенттердің де келуіне үлкен жол ашты. Бұдан бөлек университет шетелдік 70 жоғары оқу орнымен байланыс орнатқан, сондай-ақ Erasmus бағдарламасына академикалық ұтқырлық пен тәжірибе алмасуға қатысты басқа да жобаларға қатысады. Бағнұр Ісімет, Гүлмира Сааржанова, ақпарат.